Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі әңгімемізді тыңдап, каналға жазылып лайк басыңыздар. Аман-есен күйеуімнің 100 асын өткіздік. Ас өткізіп болғаннан кейін енем оңашада: "Айнұр, қызым, ақылыңмен шеше көр, бізді түсінуге қарай көр. Өз ақылың өзіңде, сені ешқашан зорламаймыз", деді. Сонда айтқан әңгімесі қайныным Нұрланға әмеңгерлікке тұрмысқа шығу еді. Бұрынғы заманда жолдасы өліп қалғанның жесір әйелді қайнысы немесе қайнағасы әмеңгерлікке екінші әйел қылып алатын болған деп енем бәрін нақты түсіндірген болатын. Үйге келіп, ақылыммен өзім ақырындап шештім де бәрін еске алдым. Қалай мен күйеуімді қиям. Bir жағынан қайнымның дене бітімі, жүріс-тұрысы тіпті сөйлегеніне дейін ұқсайтын еді. Сырттай ұрланып қарайтын едім. Ол да маған ғашық екенін дәлелдеген болатын. Бірақ қайнынам ғой деп өзімді басатын едім. Күйеуіме сағынышым мені жеп баратын. Содан ақылға салып, арайға 1 ай дегенде әмеңгерлікпен қайныніме күйеуге шықтым. Аллаға шүкір, қазір 1 ұлымыз, 2 қызымыз бар. Сіздер әмеңгерлікпен күйеуге шығар ма едіңіздер?